2024 жылдың 1 қаңтарына дейін балаларыңыздың үйін YouGov KZ сайтына тіркеп үлгеріңіздер. Ақпарат ретінде видеоға қарап жасап алыңыздар. Су тегін ақпарат. Ешқайда барудың немесе біреуге ақша берудің қажеті жоқ. Өзіңіз телефоныңыз арқылы қоса аласыздар. Ең алдымен сіздерге YouGov Mobile деген приложениені телефоныңызға жүктеп аласыздар. Мен алдын ала жүктеп алдым. Play Market'тен жүктеп аласыздар. Приложениенің ішіне кіремін. При использовании приложения деген сөзді басатын боламын. Сосын профиль деген батырманы басып, войти деген сөзді басамыз, выпустить новый деген сөзді басып, осы жерде телефон нөмірімізді енгізетін боламыз. Істеп тұрған телефоныңызда тұрған нөмірді жазасыздар, сол нөмірге сізге код келетін болады. Осы жерде видео проверкадан өтесіздер. Видео проверкада жақын тұрыңыз, алыс тұрыңыздар деп айтады. Видео проверкадан өтіп болған соң разрешить деген сөзді басамыз, продолжить деген сөзді басып, ары қарай өзіңіздің 4 санды пароліңізді жазасыз. 2 рет жазасыздар. Парольді ұмыт қалмаңыздар, ары қарай керек болады. Не сейчас деген сөзді басып, біз осы YouGov KZ-ке тіркелді. Профиль батырмасын басып, осы жерде семья деген жерге басатын боламыз. Осы жерде сіздің некеде тұрғаныңызды және балаларыңызды көруге болады. Дети деген жерге басамыз да, добавить ребенка деген батырманы басып, балаңыздың үйін жазып добавить етесіздер. Егер тіркелмеген болса балдарыңыз, тіркелген болса өте керемет. Ребенок успешно добавлен деп тұр. Ары қарайда егер тағы да балдарыңыз болса, добавить ребенка деп ары қарай тіркеп кете бересіздер. Дәл осы видео сіздерге пайдалы болса, басқа құрбы-құрдастарыңызға жібере отырыңыздар. Үйде отырып-ақ ешкімге ақша бермей, өздеріңіз телефон арқылы балаңыздың үйін YouGov KZ сайтына тіркеңіздер.